Қатысушылар өз араларында біріншілікке 250, екіншіге 150, үшінші орынға 100 мың теңгені бөліске салды. Онда бәріне берілген тақырып ортақ. Қатысушылардың шығармалары тәуелсіздікке, Астананың Нұр-Сұлтан болып өзгеруіне бағышталады. Жарысқа 160-қа жуық адам қатысып, оның 49-ы жартылай финалға жолдама алған болатын. Солардың арасынан тек 3 жеңімпаз анықталды. Бас жүлде Шығыс Қазақстан облысының тумасы Нұрболат Жайдарға бұйырған. Нұрболат әлі мектеп оқушысы, сонымен қатар соңғы 2 жылдықта музыкамен айналысады, битмейкер. Бұл конкурске дайындаған рэпімнің, яғни минусовкасынан басқа, яғни битінен басқасын түгел өзім жасадым. Яғни текст, запись, аранжировка, сведение, мастеринг толықтай өзім жасадым. Сонымен қатар Нұрболат жарыс барысында қиындықтарды да айтып берді. Бейнеролик түсіру кезінде Өскемен бірден суып кетті. Одан бөлек бұл менің алғашқы ірі жобам, әнді өңдеу де оңай болмады дейді ол. 200 мың теңге ұттым. Қаражаттың 3-тен 2 бөлігін ата-анама берем, ал қалған бөлігін өзімнің үйімдегі кішігірім студиямда дамытуға жұмсаймын. Яғни гитара аламын, MIDI клавиатура аламын, және де тағы басқа осы музыкаға қажетті құралдарды алатын боламын. Екінші орын Қуаныш Шалқаров есімді әскери қызметтегі азаматқа бұйырса, үздік үштікті Диназ Жанұзақова түйіндейді. Атыраулық ару жарысқа бар ынтасымен дайындалған. 21-дің көсемі, нашербекке бүртеді. Сізбен ойда жоқ өлшем, шарқырап бір өшеді. Жем болмасын қасқырға, сөзі берсең тақсырға. Жалпы конкурстың шарттарымен танысып өткеннен кейін толықтай дайындықты бастап кеттім. Бір жұмадай уақыт кетті. Осы рэп конкурстан мен орын алам деп ойлаған жоқпын. Өзімде естігенде қатты қуандым әрине. Мен үшінші орын алғандықтан менің жүлде қорым 100 мыңды құрайды. Ең алдыменен сол қаражатты әрине ата-анаммен бөлісемін, және де өзім қатты ұнатып алғым келіп жүрген микрофонды алғым келеді. Өнерпаздарға баға берген әділқазылардың арасында рэпер Нурик Смит бар.